Hello everyone, how are you today? Today we speak about think positive or negative. The theme of our lesson and the grammar, will and want. Today we speak about future simple and when we use will and when we use want in predictions. And today we speak about verbs and opposite forms of verbs, okay? Саламатсыздар ма құрметті қатысушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз яғни позитивті немесе негативті ойлау, иә. Бүгінгі грамматикалық біздің тақырыбымыз келер шақ. Келер шақта will және модаль жетістік will және will нотты қай кезде қолданамыз және болжам жасаған кезде қалай қолданатынымызды айтамыз. Сонымен қатар біз бүгін жетістіктерді өтеміз және жетістіктердің осы антоним, қарама қайшыларын өтеміз. Жақсы, мен қазір ең бірінші сабақты бастамастан бірінші жетістікке жаңа сөздерімізге көшейік, иә? Мінекей. Міне opposite verbs. Opposite verbs дегеніміз, яғни қарама қайшы жетістіктер. Онда міне ең алдымен жетістіктерді давайте оқып, осы жетістіктерді аударып, танысып шығайық. Бірінші біздің жетістігіміз arrive. Arrive дегеніміз келу, иә? Прибыть, келу. Break, сындыру. Buy, сатып алу. Download. Вот осы қазақ тіліне алғанда жүктеп алу, иә? Өзімізге жүктеп алу. Find, табу. Forget, ұмытып қалу. Lend. Вот lend деген біреуге қарызға ақша беру. Love, жақсы көру. Miss, сіздер білесіздер, miss-тің мағынасы, иә? Сағыну дегені бар miss. Немесе miss-тің яғни өткізіп алу деген мағынасы да бар, иә? Мен мысалы өткізіп алдым. Train деп тұрған мұнда, өткізіп алдым. Pass, тапсыру. Pick up. Pick up дегеніміз яғни біреуді алып кету. Иә? Күтіп алу немесе алып кету. Push. Push дегеніміз итеру. Яғни есікті толкать. Немесе есікті болсын, затты болсын, иә? Келесі send, жіберу. Start. Start. Яғни бастау. Teach, үйрету. Turn on, қосу. Win, жеңу, иә? Енді сіздер мұнда opposite деген жерде көріп тұрсыздар leave деп тұр, иә? Бұл жетістікті қайдан алдық? Бұл жетістікті біз төмен түсірген кезде осы астынан аламыз. Мінекей, opposite forms. Бұл жерде ең бірінші біздің жетістігіміз, иә? Borrow. Borrow, қарызға ақша беру, иә? Бұл да. Біреуден қарызға алу, біреуге ақша беру. Енді қараңыздар, borrow дегеніміз бұл біреуден алу болса, мінекей, lend дегеніміз біреуге беру, қарызға, біреуге беру. Ал одолжить екеуде енді орысша екеуде одолжить дейді ғой, біреуі одалживай, беріп жатыр, біреу алып жатыр. Ал қазақ тіліне келген кезде lend бізде біреуге беру, ал borrow біреуден қарызға ақша алу, иә? Мінекей, айырмашылығы сондай. Орысша енді бір сөз ғой, енді одолжить деген сөзінде. Catch. Catch деген ұстап алу, иә? Келесі drop off. Жаңа біз айттық, иә? Drop off деген біреуді шығарып салу, немесе шығарып тастау, иә? Fail. Fail дегеніміз ол бізде мысалы бірдеңені құлатып алу, немесе сбой болған кезде, иә? Fail. Finish. Аяқтау. Get. Получить. Иә? Get дегеніміз получить, яғни алу деген мағынаны білдіреді. Hate. Жақсы көріну, жек көру, иә? Learn, үйрену. Leave, вот мына жерде leave, иә? Покинуть, яғни тастап кету, қалдыру деген сияқты. Жаңа келу болса, мына уже бізде кету болады. Lose, lose дегеніміз екі жерде қолданады деген сөз. Яғни бұл жерде біреу ұтылу болса, lose біреуі жоғалту болады, иә? Mend, mend бұл жерде жөндеу, бір затты жөндеу. Pull өзіне қарай тарту. Receive, receive. Мысалы, біз жаңа айттық, бір хатты send жіберу дедік. Енді ол хатты қабылдау, иә? Принимать, получить. Remember. Remember дегеніміз бір нәрсені есте сақтау, иә? Немесе еске түсіру. Repair. Repair дегеніміз ремонт. Ол да, яғни бізде сөздеріміз келеді. Sell, сату, иә? Сатып жіберу. Turn off, өшіру. Upload. Жаңа біз айттық, иә? Download дегеніміз бізге жүктеп алу болса, енді upload бізде керісінше
компьютерға жүктеу немесе бір жерге біреуі бізге скачать болса, мынау загрузить деген мағынаны берді, upload дегеніміз. Окей, енді бұл сөзді сіздер уже мінекей көрдіңіздер. Осы сөздердің сіздердің мақсаттарыңыз жаттап алу, және мен қазір біздің грамматиканы сіздерге түсіндірейін. Бүгінгі біздің грамматикамызда, құрметті қатысушылар, will және оның болымсыз түрдегі want қалай қолданамыз. Future simple жаза қояйық. Ауыстырайық кішкене. Көк басты. Көкке жасайық. Future simple. Неге біз future simple'ды келер шақ, жай келер шақ дедік. Біз қай кезде бұл жай келер шағымызды қолданамыз? Біз енді ағылшын тілінде бір нәрсені келер шақта айтудың үш формасы бар деп айттық. Мысалы, will'ды қолданамыз, to be going to'ды қолданамыз, және present continuous'ты in the future қолданамыз дедік. Біз енді to be going to'ды өттік сіздермен бірге. Енді present continuous'ты келер шақта өттік. Ал енді бүгінгі біздің мақсатымыз will'ды қалай қолдану. Ең алдымен will дегеніміз, бұл модальді етістік. Модальді етістік деген сіздер білесіздер. Модальді етістіктерден кейін жай ғана етістік қолданады. Бұл бірінші мен айтып кететін нәрсе. Екіншісі, will дегеніміз, яғни енді will боламын деп аударылады. Мысалы, I will, мен боламын, мен боламын. Бұл неге мен қазір бұл осылай аударып жатырмын, сіздерге жүктеуді түсіндіру үшін. Тек қана қалай жүктелетін себебі бұлар барлық есімдіктермен will болып қолданылады. Біздің present continuous немесе present simple'дағыдай am, is, are немесе үшінші жақта s деген сияқты жалғау өзіне қабылдамайды. Неге? Себебі бұл модальді етістікке I will. Я буду, мен боламын. You will. Сен боласың. He, she, it, will. Ол қыз, ол зат болады деді. We will. Біз боламыз. Енді they will болады. Бұл бізде болымды түрі. Болымды түрі дегеніміз, мінекеймен сіздерге плюс қойып қояйын. Плюс. Мен кішкене бір көтерейін. Сіздерге түсінікті болу үшін. Кетті. Ары қарай мен сол бізде болымсыз түрі. Енді болымсыз сөйлемнің болымсыз түріміз қалай жасаймыз? Яғни not частицасын, not деген қосымшаны қосу арқылы жасаймыз. I will not. Немесе want. Мұны want деген сөз қайдан шықты? Want. Осы жерден шықты, кетті. You want. He, she, it, want. We want. And they want. Міне, біздің болымсыз түріміз, яғни буду деген сұраулы сөйлем. Ағылшын тілінде шақтарға келгенде, осы шақ, өткен шақ, келер шақ, біздің қосымша етістіктеріміз сұраулы сөйлемде үлкен рөл ойнайды. Бұл қалай? Бұл деген біздің will және есімдігіміз орнын ауыстырады. Мінекей. Will I, мен боламын ба? You, сен кешіріңіздер. Сен боласың ба? Will, he, she, it. Ол қыз, ол бала немесе ол зат болады ма? Келесі. Will, we. Біз боламыз ба? Немесе will, they. Олар болады ма? Will дегеннің мағынасы осындай. Бірақ біз осы will етістігіне келесіде, қазір мен көтере қояйын, келесіде біз бұл етістікке қандай да бір қосымша етістікке етістікті қосатын болсақ, онда бұл бізде өзінің рөлін ауыстырады. Болады деп аударылмайды. Мысалы, істеймін, оқимын, мін, дін, тін деген жалғауларды береді. Мысалы мен айтайын. Мен саған қоңырау шаламын ертең. I will you. Кешіріңіздер. I will-дан кейін міндетті түрде call кетеді. I will call you. I will call you ертең деп. Tomorrow. Мұнда will боламын. Боламыннан кейін етістікті қойсақ, қоңырау шалу. Яғни қоңырау шаламын.
Енді he will tell you secret. Иә. Пусть будет солай болсын, иә. Will tomorrow демек ол қайтеді бір күні. He will tell you secret. Яғни ол саған бір күні, иә, секретті айтады. Ол саған айтады. Ондағы will'ымыз біздің сондай етістіктерді қосқан кезде өткен шақта, келер шақта, то есть future simple, келер шақта, яғни істеймін деген мағына береді. Оқимын, айтамын, қоңырау шаламын, немесе қайтып келемін, немесе қаламын деген сияқты сөздермен, яғни біз осындай бір өзгерістерді болады. Мысалы, біз айтайық, иә, жақсы. Ол қыз қайтадан келесі жексенбіде ол қыз қайтадан келеді ма дейік, келеді ма? Біз сұраулы сөйлем қойған кезде will'ды алдыға шығарамыз дедік, will. Енді біздің есімдігіміз she. Will she, енді келу, иә? Will she қайтып келу, be back, иә? Вернется, прийти. Will she be back, иә? Артқа, обратно. By next Sunday дедік па? Next Sunday. Келесі сенбі күні, иә? Келесі сенбіге, by next дегеніміз, келесі сенбіге деген сөз. Келесі сенбіге ол қызымыз қайтып келеді ма? Деп тұрмыз, иә? Мысалы, сұраулы сөйлем болғанда, will'ді алдағы шығарып. Енді сұраулы емес, отрицательный сөйлем айтайық, иә? Мысалы, ол won't read, оқымайды. Ол she won't read, она не будет читать, она не прочитает, иә, келер шақта біз оны не прочитает дедік. Жақсы. Так, енді біздің платформамызға көшейік, иә? Ал құрметті қатысушылар, міне біз болымсыз түрде осындай сөйлем құрадық. Енді біз тек қана will'мен емес, бір мысал келтіріп кетейін, сосын платформамызға көшейік. Ол қалай? Біз сұраулы сөздермен де біздің future simple'ымыз жасай аламыз. Мысалы, сұраулы сөздер дегеніміз кім, қайда, неге, мысалы, where, бүгінше қайда дейді. Қайда, сен демалыс күндері дейік, демалыс күндері ма, сенің отпуск кезіңде болсын, иә, сен қайда тоқтайсың, қайда қаласың дейік, where will you. Енді біздің етістігіміз stay болады, stay. Ал енді ары қарай біздің қосымша object тіркетеді, during, течение, your holiday. Міне. Сонда біз тек қана сөйлемімізді will'дан бастай бермейміз, әрдайым. Біз біздің сұраулы сөздерімізді қолдансақ болады. Яғни біздің future simple сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді бұны қай кезде қолданамыз? Біз айттық, келер шақта біз present continuous'ты пландаған кезде қолданамыз. To be going to'ды қолданамыз дедік. Енді will'ды қай кезде қолданамыз? Will дегеніміз біз нақты емес бір келешекке болжам жасап тұрған кезде. Мысалы, мен айтып тұрмын, I will call you tomorrow. Мүмкін мен саған звондаймын, мүмкін звондамаймын, точно емес. Әйтеуір звондаймын деп құтылдым. Иә, мысалы дейік. Ал егер де мен ертең точно звондауым керек, ол менің записімде тұр, менің планымда бар болса, онда мен I'm going to call you деп, я собираюсь. Немесе I'm calling you деп айтады. I'm calling you, саған нақты звондаймын. Бізде осы үш форманы алатын болсақ, will, to be going to, енді ең соңғысы present continuous, ең слабые бізде осы will қолданады. Бұл болжам жасаған кезде, көбінесе, болжам жасаған кезде біз осыны қолданамыз. Енді осы нәрсені сіздер түсінді деп ойлаймын, мен сақтап қояйын. Келесі демонстрацияны тоқтатайын да мен сіздермен платформаға көшейік. Біздің платформамызда бүгінгі тақырыбымызды ашамыз. Міне бүгінгі тақырыбымыз what, жоқ, think positive or negative, think positive or negative. Ашамыз.
Бірінші тапсырмамыз listening. Listeningді қалай жасаймыз? Listeningді ашыңыздар. Платформаларыңызда қазір менде айналып жатыр. Жүктеліп жатыр, то есть. Енді міне, мұнда сіздер аудионы тыңдайсыздар, мынау бос орынның бәрін толтырасыздар. Бос орынды толтырып болғаннан кейін келесі тапсырмамыз writing-ға көшеміз. Writing-да біз мұнда, яғни мына сөйлемді толықтыруымыз керек. Қараңыз. Don't get up. I will answer the phone. Мен телефонға жауап беремін, я отвечу. Немесе want, will, немесе want-ты осы жерде қолданамыз, Жақсы. Үшіншісі, reading-ті жасайық. Reading тапсырмасын ашасыздар. Мынау текстті оқисыздар. Оның астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. Осы жауапты бергеннен кейін келесі speaking-ға көшеміз. Speaking-та бірінші немесе екінші суреттің біреуін таңдайсыздар. Оның астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. Do you think? Сенің ойыңша дейді. You will have a nice weekend. Сенің ойыңша, сенің демалыстарың жақсы өтті ма? Мысалы, ағылшын экзаменіңді өте аласың ба? Пойдешь ли ты? Will have a nice weekend деген сен өткізесің ба? Сенің ойың бойынша, сен өзіңнің демалыс күндерін жақсы өткізесің ба? Немесе экзамендарыңды тапсырасың ба? Сдашь ли ты? Будешь ли ты сдавать их деген сияқты. Өтесің ба? Деп тұр, келешекте жақсы жұмысты табасың ба? Ты получишь ли работу? 100 жасқа келесің бе? Деп, немесе сен өзіңнің өмірлік махаббатыңды таба аласың ба? Найдешь ли ты? Деп, келер шақтағы болжамдар, Былайша жай ғана болжамдармен сіз осы сұрақтарға жауап бересіз. Микрофонды басасыз, сұрақтарыңызды жібересіздер. Келесі бізде homework. Homework'ты ашамыз, құрметті қатысушылар. Бұл жерде мына listeningті басасыздар, жетіспей тұрған сөйлемдердің орнын толықтырасыздар. Writing. Мына жерде сіздерге өздеріңіздің ауылдарыңызға керекті нәрселерді, сөздерді қоямыз. Көбінесе не керек? Мына көшеге, арасындағы жетіспей тұрған біздің қосымша етістігімізді қоямыз. Will be деген сияқты. Мына текстті оқимыз, дұрыс, дұрыс емес деген сұрақтарға жауап береміз. True, дұрыс, false, дұрыс емес. Ең келесі бізде speaking. Мына жерде мінекей видео загружается. Осы видеоны жақсылап қарап аласыздар. Видеоны қарап болғаннан кейін оның астында сұрақтары бар. Осы 6 сұраққа жауап бересіз. Бұл 6 сұраққа жауап беру үшін бірінші видеоны ашып көріп алыңыз, жақсылап тұрып. Бұл 5-6 минуттық видео. Астында микрофон дегенді басасыз. Микрофон дегенді басып болғаннан кейін 6 сұраққа жауап бересіз. Бізге отправить на проверку деген кнопка шығады. Сол кнопканы басып бізге жібересіздер. Құрметті қатысушылар, егер де сіздердің біздің платформа бойынша, грамматикалық тақырып бойынша сұрақтар туындайтын болса, сіздер біздің чатымызға жазсаңыздар болады. Әрдайым сіздің сұрақтарыңызға жауап береміз. Егер де бүгін сіздердің мына сабақта барлығы түсінікті болса, осы сұрақтар бойынша сіздерде ешқандай, то есть бүгінгі сабақ бойынша ешқандай сұрақ болмаса, онда біз өзіміздің сабағымызды аяқтайық, Енді сіздерге күнделікті ссылка жіберіліп отырады. Сол ссылка бойынша сіздер біздің сабақтарымызға қатысып, сол жерден де сұрауға мүмкіндіктеріңіз бар. Okay, dear participants, bye. See you on the next lesson.